Неврологияның кезекті тақырыбы дәрзапатияларды бүгін қарастырамыз. Жалпы дәрзапатия дегеніміз артқы омыртқа бағанасының, яғни оны құрайтын сүйек, оның айналасындағы байланыстырып тұрған диск, фиброзды сақина, байлам және де оның арасынан өтіп жатқан нерв, қантамыр, соның барлығының бірегей дегенеративті дистрофиялық өзгеріске ұшырауы. Соның барлығын қамтып көрініс беретін ауру дәрзапатия, яғни дорзо арқаның патологиясы. Оны шақыратын негізгі этиологиялық факторлар: шамадан тыс салмақ түсіру, яғни шамадан тыс белгілі бір лимиттен жоғары салмақ, ол ең бірінші күшті бел омыртқасына салады, солай кеуде, мойын омыртқаларының барлығына белгілі бір дәрежеде күш түсіреді. Содан сүйек пен сүйекті байланыстырып тұрған бізде фиброзды диск пен ненің де белгілі бір шегі бар ғой. Ол қандай салмақ түсірсең де езілмей тұра береді деген сөз емес қой. Белгілі бір лимиттен асқанда ол да белгілі бір андай қысымға ұшырайды. Сол қысымға ұшыраған кезде ол дистрофиялық өзгеріске ұшырай бастайды. Ол бірден ұшырамайды, қаншама жылдар бойы сол фактор тұрақты түрде әсер етіп тұратын болса, яғни осындай ауыр жұмысты көтеріп айналысатын адамдар мысалға, соларда ұзақ жылдар бойы осы жұмысты жасай берсе, арқаның осындай патологиясына ұшырауы мүмкін. Ұзаққа сақталған ыңғайсыз қалып, ол мынандай стандартталмаған столда отырып жұмыс жасау. Осындай отырып жұмыспен айналысатындарда көбіне дамиды. Ол кезде бізде мойынның патологиясын көптеп кездестіруге болады. Бұндай адамдарда жүрген кезде де осанкасы тура болмай бастайды уже. Тағы да этиологиялық мынадай факторды келтіруімізге болады. Дәл сондай фактор бізге әсер етіп жатыр. Мысалға, ұзақ салмақ, шамадан тыс салмақ дейміз, ұзаққа сақталған ыңғайсыз поза дейміз. Соның бәрі белгілі бір дәреже әсер етіп жатыр. Мына жерде дегенеративті дистрофиялық процесс басталып кетті. Фиброзды диск пен фиброзды сақина мен диск байламдарда, мына жерде сондай процесс басталып кетті. Мына екі сүйек, соның арасын байланыстырып тұрған мына жерде диск, фиброз сақиналар, ал оның ортасында тұрған пульпозды ядро деген затта. Бұл пульпозды ядро қалыптыда қан тамырымен байланыспай өзі ішкі аймақта тұрады. Егер де мына жер бізде дегенеративті дистрофиялық өзгеріске ұшырайтын болса, ал мынау жер бізде не істейді? Қан тамырдың ішіне белгілі бір қалдықтары түсіп бастайды. Если мына жер қабыну процесіне ұшырайтын болса, осы жерді танымаған біздің иммунды жасушамыз осы жерге аутоиммунды процесті іске қосып жібереді, дегенеративті дистрофиялық процесс и так болып жатыр ғой, оны ол жеделдетіп, тездетіп жібереді. Осылай осы жердің барлығын қамтыған үлкен процесс болады да, солай сүйек пен сүйек бір-біріне жақып, смещение, яғни бір-біріне сығылу, тығыздалу болады. Енді классификациясына байланысты осындай мойындық, кеуделік, бел сегіз-көз құйымшақтық бөлімдерге бөліп қарастырамыз. Олардың кездесу жиілігі бойынша ең көп жиі кездесетін бағана айттым, ең бірінші салмақ бел сегіз-көз аймаққа түседі. Сол үшін анатомиялық құрылымы бойынша да олардың көлемі мына мойын, кеуде омыртқаларына қарағанда үлкенірек. Одан кейін мойындық бөлім көп кездесетін, себебі бағана ыңғайсыз позада отыру деп айттым. Ол кезде бізде мойын, кеуде қолға иррадиацияланған түрде ауырсыну береді. Ал кеуде бұл қабырғалық невралгиялар сияқты көрініс беруі мүмкін, жүректің шамасыздық ауруларымен де кейде шатастырып алуымыз мүмкін. Патологиялық процесстер бойынша мына суретке қарайық. Осы суретте ең бірінші тұрған бізде қалыпты диск, қалыпты сүйектер. Ал екінші тұрған уже дисктің дегенеративті дистрофиялық өзгерістері басталып келе жатыр деген сөз. Дәл осындай дисктердің өзгерісіне болатын патологияны біз деформациялық дәрзапатия деп айтамыз. Себебі бұл жерде сүйекте емес, патологиялық негізгі нысан бұл жерде дискте. Сол дисктің патологиясына сәйкес бұл жерде кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз деген сияқты ауру дамиды. Яғни осы омыртқа бағанасының алға, артқа, жанына қарай қисаюы, қай жерде патология барына байланысты. Спондилопатия деген бұл керісінше мынау байланыстырушы затта емес, сүйектің өзіндегі патологияны айтады. Сүйектің өзіндегі патологияны айтады. Сол үшін оларға біз анкилоздаушы спондилиттерді жатқызамыз. Анкилоздаушы спондилиттің түрлерін. Асқынған дәрзапатия деген бар.
ол кезде бізде мынау мысалға сүйек пен сүйек бір біріне қатты жақындайды да мынаны мүлде езіп жібереді. Езіп жібергеннен кейін бұл жердегі нервтер, қан тамырлар қатты қысылады, қысымға ұшырайды. Сол қысымға ұшырағанда қатты ауырсыну болады. Оны қатты ауырсыну дарзалгия, и бұл жерде қимыл қозғалыстың шектелісімен уже көрініс береді. Қимыл қозғалыс шектелісімен. Мына жерде көріп тұрғанымыз бұл кішкене дисктің сыртқа қарай ығысуы протрузия, ал ішкі құрылым қосалқылармен бірге сыртқа ығысуы грыжа деп аталады, яғни жарық. Мынау жерде сүйек пен сүйек бір-біріне жақып қатты смещение болып тұр, ал мына жерде сүйектердің остеофитті өскіндері, остеофиттер сүйектің патологиясынан болып тұр мына жерде. Келесі бізде клиникасы. Клиникасында негізгі көріністің барлығы осы фотоға байланысты, яғни осы жерде не шығады бізде 31 жұп-жұлдын осы омыртқа бағанасының аймағынан шығады. Сол шығу барысында егерде бізде дискте патология болса, сүйекте патология болса, яғни дарзопатия болатын болса, олар міндетті түрде қысымға ұшырайды, қысылады. Қысылғаннан кейін көрініс соған байланысты шыға береді, ауырсыну болады, нервтерді тітіркендіріп, миотоникалық синдром болады, қатты валикпен басып тұрған сияқты сезім болады, дискомфорт болады, иррадация болады. Тек қана бір нерв шықса, бір жерді ғана барып нервтендірмейді ғой ол. Бір нерв бірнеше тармақтарға таралады, сол таралған аймақтың бәріне иррадацияланған ауырсыну болады. И қимыл қозғалыстың шектелуі болады. Айттым, омыртқа бағанасы өз кезегінде қорғағыштық, яғни осы жұлынды қорғайды сырттан, қозғалғыштық, дисктер арқылы эластикалық қасиет арқылы қозғалады, тіректік қимылдар қызметтер атқарады. Соның қозғалғыштық қызметі бұның төмендейді. И шаншу болады, бұлшықеттердің әлсіздігі мен гипотрофиясы болады. Неге? Ол жерде нервтер мен қан тамырлар қысылып жатқаннан кейін бұлшықеттің трофикасы төмендеп, оның азғындауы, солуы, семуі болады. Келесі бізде диагностикасында ең бірінші науқасты сұрастыру жүргіземіз, яғни қандай жұмыспен айналысатыны бізге бірінші маңызды. Мүмкін ол үнемі отыру жұмысымен айналысады, мүмкін ауыр нәрсе көтерумен айналысады, немесе басқа да ревматизмдік ауруы бар шығар деген сияқты сұрастырулар жүргіземіз. Немесе сүйектің аурулары, инфекция, тағы басқа нәрсенің бәрі тудыруы мүмкін ғой. Оның бәрін сұрастыру барысында білеміз. Одан кейін шағымдары, шағымдарында ол бірдеңемен байланыстыруы мүмкін. Мүмкін суық тиюмен, мүмкін баняға барғаннан кейін деу мүмкін. Неге? Баняға барған кезде, яғни ыстық ванна, душ қабылдаған кезде бізде мына қан тамырлардың барлығы босаңсып, ісіне бастайды, тіндердің бәрі ісінеді. Ісінгеннен кейін қысылып тұрған жер одан сайын қысылып қатты ауырсыну береді екен. Немесе бірден құлап қалумен байланыстыруы мүмкін. Өзі травмалық жағдайдан болып тұр, этиологиялық факторы. Одан кейін неврологиялық тексеру жүргіземіз, қай аймақтың патологиялық процесс болып жатыр, и сол аймақ қай жақты нервтендіріп жатыр, сол жақтың сезімталдылығы мен қозғалғыштық нервтердің балансын тексереміз. Одан кейін екінші кезекте бізде рентген түсіреміз. Рентгенде біз айқын анық өзгерістер көре алмаймыз, бірақ омыртқа бағанасының симметриялығын, олардың арасының бір-біріне жақындауын немесе алыстауы деген сияқты өзгерістерін көре аламыз. Ал КТ МРТ бізде алтын стандарт бұл жерде, себебі бұл жерде қай жерде қандай нервтің қысылып тұрған, қандай дәрежеде қысылып тұрғанын, және де ол жердегі майда дегенеративті дистрофиялық өзгерістерге дейін бізге көрсетіп береді. КТ бізде тығыздығы қатты сүйектерді жақсы түсіретін болса, МРТ барлығын өте керемет дәрежеде түсіреді. Бізде осы диагностикасын жасап болғаннан кейін келесі стадияларды негіздеп қоямыз. Бірінші стадиясында науқас тек дискомфорт сезімі бар екенін айтып келеді, бірақ рентгенде қараса ештеңе болмайды. Біз бірден КТ МРТ-ға жібере алмаймыз ғой, бірінші рентгенге түсіріп көреміз, рентгенде ол кезде өзгеріс болмайды. Одан кейін екінші бізде уже науқас айқын ауырсыну бар екенін айтып келеді, өйткені нерв пен қан тамыр бұл жерде уже айқын түрде қысылып жатыр, и ол рентгенде де айқын түрде көрініп тұрады. Үшінші дәреже, осы бізде грыжа, жарық дегенді біз дарзопатияның үшінші стадиясына жатқызамыз. Себебі бұл кезде ішкі қосалқылармен бірге сыртқа қарай тіннің ығысу болып тұрғаннан кейін айқын ауырсыну болады, сол жердегі жергілікті тіндердің бұлшықеттерінің гипотрофиясы болады, яғни азғындау семуімен көрініс беріп тұрады. Уже бұл кезде КТ МРТ арқылы анықтаған боламыз. Төртіншісінде біз айттық қой, сүйек пен сүйек бір-біріне қатты жақындаған кезде, арасындағы эластикалық тіндеріміздің барлығы жоғалады, и солай қозғалғыштығы төмендеуімен, адам қозғалғыштығының шектелуімен шағымданып келуі мүмкін.
Енді емінде 2018 жылдан бері ғалымдар ешқандай медикаментозды, яғни дәрілік ем таппаған. Бірақ оның орнына медикаментозды емес емнің өте үлкен дәрежеде оң нәтиже беріп жатқандығын айтады. Оның ішінде не артық салмақ, күш түсірмеу, массаж, емдік жаттығу, жүзу деген сияқты. Қазақстанның өзінде қазір мынадай айкүне деген программа бар. Айкүне программасы. Ол жерде қалалардың барлығында қамтылған программа. Бұл жерде белгілі бір уақыт аралығына курс лечения жазып береді патологиясына байланысты, иә, дәрігердің консультациясынан кейін уже қандай патология анықталғаннан кейін соған сәйкес белгілі бір курс лечениеге жазып, сол жерде именно сол қандай аймақтың патологиясы болып жатыр, сол жаққа арналған жаттығуларды, массаждарды сағатқа бөліп жазып береді. Осы бізде Қазақстанда қазір оң нәтиже беріп жатқан шаралардың бірі. Медикаментозды емге, яғни науқасқа түні бойы ұйықтай алмайтындай ауырсынумен келетін болса, біз оған не береміз? Қабынуға қарсы препараттар, МПВС-тер береміз, иә. Одан кейін нейролаксанттар, сол жергілікті тіндер, бұлшықеттер үшін хондропротекторлар, иә, бағанағы сүйектің ол жердегі дисктердің буынның эластикалығын қалпына келтіру үшін. Бізде грыжа болатын болса, оның ешқандай да медикаментозды емес деген емін қарастырмаймыз, бірден хирургиялық ем жүргіземіз. Профилактикасы сол. Бізде негізгі профилактикасын айтайын. Мына фотода тұрғандай 2 иықты сумканы әдет ету. Себебі бір иықты сумка бір жақты қысылуға алып келеді, ол келесі сколиоз деген, лортоз деген сияқты ауруларға келуі мүмкін. Салмақты лимиттен артық бір иыққа түсіру. Кішкентай балаларға болсын, қайсымыз болсын, ауыр физикалық күшті көптеп түсірмеу. Артық салмақтың өзі осы омыртқа бағанасының ауруына алып келуі мүмкін. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстану, если кішкентай ауырсыну болса, оның өзінде тезірек дәрігердің несіне көрінуге, ол асқынып, грыжаға асқынса, уже хирургиялық ем ғана керек болып қалады. Сол үшін оған жеткізбей, уақытында емдеу керекпіз. Жалпы назарларыңызға рахмет. Бүгінгі тақырып осы. Өте қарапайым, оңай тілде түсіндірілді деп ойлаймын. Және де өте оңай тақырып. Пайдаңызға тисе мен өте қуаныштымын. Тағы да осындай форматта видео түсіру керек болса, комментарийға жазып қалдырыңыз. Сіздермен бірге болған доктор Меруерт.